Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Мен бүгін сіздермен осындай сырный және луковый лепешканың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен жылы сүтімді алып, үстіне тұз, дрожь және қантымды және 2 жұмыртқамды саламын. Және сондай-ақ үй температурасында тұрған сары майымды салып, бір араластырып аламын осыны. Осы масын біркелкі болғаннан кейін ғана барып, ұнымды салып, жақсылап тұрып араластырып қамыр басамын. Мына қамырым еленді. Мен енді оны қазір жылы жерге бетін жауып, бір 30-40 минутқа қойып қоямын көтерілгенше. Енді осындай бір жуанды полукольца қылып торап, қазір аз ғана май құйып, кәдімгідей қуырып аламын. Міне менің қамырым көтерілді, жақсы болып. Осы қамырды мен қазір 4 бөлікке бөлемін, бірақ сіздерге описанияға мен 2 лепешканың құрамын қалдыратын боламын. Мен өзім отбасыма 2 аз болады болғандықтан 4-ге бірден еледім. Сіздер 2 лепешка жасасаңыздар болады, біреуі сырный, біреуі луковый қылып. Енді осы қамырды жаямын, өте жұқа қылмайсыздар. Міне осылай 4 лепешкамды жайып алдым. Енді қазір протеинге салып, ортасын міне осылай саусағыммен бөліп аламын да, кішкене жұқартып ортасын қыттай басып жіберемін осы саусақтармен. Енді бір жұмыртқаның сарысына 1-2 ас қасық сүтті құйып, осылай араластырып, жан-жақтарына ғана жағып шығатын боламын. Енді бір лепешкіне жаңағы айтқандай жуамды, қуырылған пиязымды саламын ортасына салып шығамын. Міне осылай жайып, біркелкі қылып жайып салдым. Енді екінші лепешкіме мен екінші лепешкіме сырды осылай турап қойдым. Теркіден өткізсеңіздер де болады. Бірақ маған осылай туралған ұнайды. Осылай сырларды салып шығасыздар. Кез келген сыр барады, өзіңіз ұнататын плавленый сыр салуға болады. Моцарелла болсын. Менде қазір бұл жерде черный краб сыры қолданып отырғаным. Осылай салып шығамын да, қазір қызып тұрған пешке 10 минутқа 160 градуста қойып алдым. Міне осылай шықты. Ыссы үйіне жесеңіздер өте дәмді болады.